Ассалаумағалейкум қазақ елім. Мынау қуанышты жағдай болып жатыр. Біздің Қызылорда облысында қамыстан шатыр жасап, жаңа кәсіпті Германиядан үйреніп келіп, біздің қазақтың балдары өз қолымен бірінші шатырды жасап жатыр. Алдағы уақытта осыны кәсіп қылып, Қызылорда облысы емес, бүкіл Қазақстанды үйретеміз. Экологический шатырды қазір Германия, шетел елдері 30 жылдан бері краскіленген шатырлардан отказ беріп, полистирол, пеноблок деген дүнияларда химиядан отказ беріп жатыр, өмірді 10%-ке қысқартады деп. Сондықтан да экологический осындай өнімдермен қазақ елі қолдансын деп, біздің қазақтың балдары Германиядан оқып келіп, бірінші тамды Қызылорда облысында осындай шатырды жасап жатыр. Қазақ елім, баталарыңызды беріп кетіңіздер. Құдай қаласа жақын арада осындай шатырларды Қазақстан бойынша үйретеміз, жасаймыз. Экологический демалып тұратын шатыр, Құдай қаласа қазақ еліне үлкен бір бизнес деп ойлаймын. Көп өмір сүруге бізге үлкен бір ілтипатын тигізеді деп ойлаймын қазақ елім. Комментарияларын жаза өтіріңіздер. Бұл экологический үй біздің қазақ еліне керек дүния ма, керек емес па? Үйле шығу керек дүния ма?